Сәлем достар, бұл жалғыз деңгей көтеру анимесінің мангасы ендеше бастаймыз. Шылар қақпаға кіреді. Кірген бетте ақ, жан жақта көк пен көк жалындар жанып тұрады. Олар түрлі ескерткіштері бар үлкен бір сарайдың ішіне тап болады. Сарайдың дәл ортасында алып бір ескерткіш тақта отыр. Аңшылар оны осы сарайдың ханы шығар деп ойлайды. Ал бір бұрышта қолында жазуы бар тақтай ұстаған тағы бір ескерткіш тұр. Тақтайда былай деп жазылған еді: бұл сарайдың ережелері. Бірінші әміршіге бас ий, екінші әміршіні мадақтап ән шырқа, үшінші адалдығыңды дәлелде. Ережелерді орындамағандар ешқашан тірі қалмайды. Осы жазуды оқып тұрған кезде Жуфи Жинудың жеңінен тартып: ой, қараңдар, жаңа ана ескерткіштің көзі бізге қарап тұрды дейді. Дәл сол сәтте есік тарс етіп, өте қатты жабылады. Осы кезде бұлшық етті, ірі денелі бір жігіт: мұнда кіргеніміз үлкен қателік болды. Мен кетемін бұл жерден деп, есікке қарай ұмтылады. Бірақ ол есікке жақындаған сәтте, ақ, есіктің екі жағында тұрған ескерткіштер қозғалып, көз ілеспес жылдамдықпен оның басын шауып түсіреді. Келесі бөлімді өткізіп алмас үшін жазылып кетуді ұмытпа.